Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен садақа берудің 10 пайдасы жайлы ақпаратпен бөлісетін боламын. Бұл ақпарат сіздер үшін өте пайдалы болмақ. Сол үшін де видеоның соңына дейін қараңыздар. Көбіміз білеміз, садақа қайырымдылық істердің бастауы. Бұл жақсылықты жасай отырып, біз Алладан еселенген сауаптар аламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам садақа мал дүниені кемітпейді, керісінше оны молайтады деген екен. Біз ойлаймыз, садақа бергеннен біздің ақшамыз азайып қалмайды, керісінше ол көбейеді. Ендеше садақа жайлы толықтай ақпарат айта кетейін. Садақа, фітір, зекет, көмек, жылу, ақылы кеңес, өнер, білім, тәрбие түрінде беріледі. Ең алдымен шын жүректен, таза ниетпен, жанашырлықпен, өз маңыңыздағы адамдардың өміріне деген ортақ жауапкершілікпен, махаббатпен, еш мақтанышсыз, күпірлік ойламай, риясыз көңілмен көмек беру керек. Бердім екен демей, оны тез ұмытып кетіп, одан қайырымын күтпеу керек. Садақа берудің 10 әдебі жайлы айтамын. Садақаны жай ғана беріп қана қоймай, оны осындай төмендегі сөздер арқылы, яғни төменде келтірілген мысалдар арқылы берсеңіздер өте керемет болады. Бірінші, садақаны шын жүректен, ықыласпен беру. Екінші, садақаны адал еңбекпен тапқан ақшадан беру. Біреуден тартып алған харам келген ақшаны садақаға беру күнә арқалатады. Үшінші, садақаны мұқтаж жандарға беру. Ал мұндайлардың қатарына фақырлар мен міскіндер, жағдай нашар жандар, жетім мен жесірлер, қарызға белшесінен батқандар кіреді. Төртінші, садақаны өзіндегі мал дүниенің ең жақсысынан беру. Керек қылмай тастаған затты, сол сияқты ескі құсқыны садақаға беруге болмайды. Бесіншіден, садақаға өзіне ұнамды, қымбат нәрсені беру. Өзі қатты жақсы көретін нәрсені садақа ету сауапты арттырады. Алтыншы, берген садақаны міндетсінбеу. Қайырымды іс жасап тұрған жан, өзіңіз садақа беруге мұқтаж екенін білген жөн. Жетінші, садақаны жағдайы төмен өз туған туыстардан бастау. Сегізінші, садақа бергені жайлы жасырып ұстау. Яғни беретін ниеті туралы садақа бергендегі амалы хақында берген соңда ешкімге тіс жармауы тиіс. Тоғызыншы, садақа беру, шүкіршілік ету. Алланың сізге берген нығметін сезіну деп біліңіз. Оныншы, берген садақасын қайтып алмау. Оны қайтару шариғаттағы ең жиіркенішті амалдың бірі болып саналады. Ал ендеше, бүгінгі тақырыбымыздың негізгі мақсаты садақа берудің 10 пайдасы. Осы дүниедегі 5 пайдасы. Бірінші, мал дүниені тазартып, байлығыңызды еселейді. Екінші, күнәларды жояды. Үшінші, ауру мен келер апаттардан қорғайды. Төртінші, мұқтаждарды қуанышқа бөлейді. Бесінші, ризықты арттырып, табысқа жетелейді. Ал ақыреттегі 5 пайдасы: бірінші, садақа қабір азабынан сақтайды. Екінші, тозақтан құтқарады. Үшінші, таразда сауабы көбірек болады. Төртінші, қыл көпірден өту оңайырақ болады. Бесінші, дүниенің есебін беру жеңіл өтеді. Құрметті менің миллионер оқырмандарым, бүгінгі видео пайдалы болса, комментарийға Аллахым мені қайырымдылық бере алатындай бай етіп жаратқаныңа алғысымды айтамын деп жаза етіңіз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.